Сөйтіп мен ауылға да жеттім, ата-әжемнің үйіне келдім. Атам немереміз келді деп мені балаша еркелетіп жүр. Қайдан білсін келе жатып біреуді итеріп келгенімді. Олар үшін мен әлі баламын ғой. Ата-әжеме сіздерге бір аптаға келдім, жәрдемдесуге деп айттым, олар қуанып қалды. Ата-анаң қалай деп жағдай сұрасып жатыр, жақсы сәлем айтып жатыр дедім. Ертесіне атам Қуатжан, мына мал қораның сынған, шифрларын ауыстыру керек деді. Жарайды ата деп қораның үстіне шықтым. Сынған шифрларды көріп, соларды ауыстырып жатқанда көзім көрші әйелдің көтіне түсті, құдықтан су алып жатыр екен. Менің бір жаман әдетім, бір қарасам тесіліп қарап қалам. Қарап отырдым, ол әйел арлы-берлі жұмысын жасап жүр. Кенет менің қарап тұрғанымды байқады ма? Маған қарады да. Сұлу жігіт, осы үйдің немересі болдым ба? Даусы бір кәзір ғана қотақ сорып шыққандай қарыңқы әдемі екен. Иә, жеңеше немересі боламын дедім. Жарайды деді де құдықтан су алды. Құдықтары мал қораға жақын еді. Еңкейіп су алғанда көзім екі емшегін тесіп барады. 2 күндей қораның үстінде жүрдім, шифрым ада болып, атам басқа жақтан әкелуге кетті. Үйде апам екеуміз қалдық, далада отын жарып жүрмін, көрші әйел келді, қызыл халат киіп алған, маған қарап апама қарай кетті, екеуі біраз сөйлесті. Қайным маған шкафты жылжытып берші деді, анау ағаң шөпке кеткен, әлі келмей жатыр деп айтты. Апам Қуатжан барып қол ұшыңды бер деп жіберді. Шкафты қой деген жеріне қойып бердім, сөйтіп жанынан өткенде көтінен сипап өттім. Ол байқаса да үндемей мына орындықты ұстап тұршы, мен үстіне шығып шылауларды сыпырып жіберейін деді. Мен оның қолынан ұстап орындыққа шығардым, мен білем әрине, ауылдағылар ондайды тек кинодан ғана көрген ғой. Екінші қолымен белінен ұстадым. Ол менің ыңғайыма көнгенін түсіндім. Түсер кезде әдейі қолынан ұстап өзіме тартып қалдым, маған жабысып қалды, мен оның емшектерін қолмен қысып ұстағанда көзін жұмып қалды. Биік шай үстел бар екен, соған еңкейтіп жатқыздым да, 2 қолын артқа қайырып, халатын көтеріп, сайманымды тығып жібердім, қайта-қайта итердім, ол тырп ете алмай, ыңырсып жатыр, өзі сайман көрмегелі біраз болғандай жатыр.